осындай кітапты мен даладан букинист жақтан тауып алдым. Казахское народное прикладное искусство дейді. Баспаның аты өнер болады. 89 жылы неғылған. Осы кітаптың ішінде қазақтың ұлттық киімінің түрін қарай көріңіздер. Ана қошқар мүйізді жай ғана нелерге баса қоймаған. Әрбір шапанның несінде мынандай күннің өрнегі болған. Домалақ. Міне жерде де сондай шапан. Мына шапанның міне түрлерін қараңдаршы. Қандай өрнек мынау. Қандай өнер мынау. Мына жерде де арты, міне артының нелерінде, суреттерінде. Міне бұл жерде де домалақ кілең. Қане қазіргі міне біздің тігіншілеріміз қайда, міне мынандай неғылатында. Арзан-парзан матаға салып атсыңдар. Қазақтың жаңағы қошқар мүйізін кілемге, нелерге неғылатын заттарды. Қазақтың киімі деп мазақ етіп атсыңдар ма? Не істеп атсыңдар сендер? Міне оқысаңдар мынандай кітаптарды. Міне қандай қазақтың шапанының түрі. Бір арзан-парзанға істеген нелеріңе қанша миллиондаған ақшаларын талап етесіңдер. Міне күннің несі қайда сендердің шапандарыңда. Домалақ міне. Домалақ қылып әрбір шапанда осындай. Не деген кесте десеңізші. Осындай қазақтың киімі болған. Ар жағында шалбарларда бар. Ер азаматтардың шалбарларын көрсетші. Арғы жағында. Аш. Мынандай қысқы шапандар. Ар жағында шалбарлар. Ар жағында. Міне басталды міне жерден шалбарлар. Мына жерде енді қара ақ қылып не алған. Келесі бет. Міне қазақтың шалбары. Қазір осындай шалбарды киіп шықса бір балалар, ұл балалар, ер азаматтар, ой пидарас деп ұрасыңдар далада. Не деген міне қазақтың шалбары осындай болған. Не деген кестелеп, өнер, еңбек. Келесі бет. Қазақтың қалпағы. Қазір болса әппақ қалып неғатта шығаратта қоят міне. Негізінде оның барлығында өрнек болған. Осындай қазақтың киімі болған.